Республикабызға халық саңғатына битараф болмағандар Альберт Жолдыбаевтың есімін білә. Ол өзінің құрайшылары менен, оқушылары менен құрайшылар бәйгеләрендә, фольклор байрамдарында даими катнашып килә. Альберт ағай, yola буенча әңгәмәне танышудан башлайык. Нәселегез, ырыуыгыз, сыгышыгыз, атай-нәдәрегез турасында әйтеп үтегез әле. Атайым менің Күйіргәд районы Айсуақ ауылынан, әлігі вақытта ол ауылдың орындығына тұрып қалды. Ермолаевка ауылының ұсында Айсуақ деп аталған бір бесте бар. Ермолаевка Айсуақ ауылының орнында негізленген техекте дұрыс боладыр. Айсуақ ауылы башқұрттарының ерінде негізленген. Яғни һез бүгін атайығыздың ауылында, атайығыздың негізінде яшәп атағыз техекте дұрыс болыр. Ие, тәуді мен ойлаған енім вақытлы сағына бұнда яшап тұрамдыр деп. Шынан ойлай тұрғас, мен айтам, өзімнің туған жерімді әлі баға мен деп, мына 35-ші ел енді ұшы ерді негізленіп, Ермолаевканың Күміртау яқысында дүния күтәбіз. Әсәйімдің ауылы Қунақбай ауылы, Ермолаевкадан бір 12 шақырым күн жаққа. Бала сағыңызда интернат мектепте оқығаныңыз, Майышный қасыбағында мәлі? Ие, бірінші ғанлы Күміртау қалағының интернат мектебі деп аталды, ләкин ол Майышный қасабағында болды. 1966 жылда тамамланым 11 класты. Һәм шул 11 класты тамамлағанда оңартасы деген өйі хөнәрді өздәштіріп, удостоверение алып сықтым. 11 класты бітіп, Күміртау тау механика техникумына кірдім оқырға. Бір ел оқығас әрмі қызметін алып кеттілер. 6 ай сержант мәктәбін учебканы бүткәс, Хәрби шәскәйі бәрділер дә, шул 6 ай өткен младший сержантты завскладым арт вооружение бригадыға қойдылар мені. Мына несек? Ашаныз. Әйе. Жауаплылық. Шоңа үйренілген. Шулайдыр енді. Оны ғала нәйбет енді. Біздің башқар жігітлері шанс бар деп ойлайым. Тек тұрғандан, несек енді мұна? Әйе, бригаданың дейін ябай сержантқа, ол бет сверхсрочниктің дейі кәмінде. Шартлатқа столы. Әйе, Складқа. онда ол құрал менен ескетерлік бетінде. Бүтін патрон, автомат, пистолет, гранаттылар, пулеметлар, бүтін неме, шылай. Шетелге Венгрияға алып сығырға тұры келді, көсеніп, қарбі шәсті. Хегет вагонды тиятеп, өдімдің бұлымбыларды қойып, шол мүлкәтті шетелге алып сықтым. Әр патрон етәпті. Етәпті. Теп туәлі апары өткірді. Әйе. Шолай ішлер тапшырдылар. Жігітлерге айтып кетірге керек. Менің қолымда болмаған әйбір болманы. Мына байлық. Әрбір зип, ракеталардың зип запчасы. Оның бір газотурбинный агрегат 50 000 тұра. Қайтқас оқып бүтіріп, шынан Эстонияға ішкәй бәрілдім. Тарихты білуім тартқандыр. Мен Салават Юлаевтың үргінде ұлтырған ерлерін барып көрірмін дегенде үміт менен юнелтмені шол жаққа алдым хайлап. Бір егіттер біздің Кузбасқа кетті, кімдер Қарағанды, Варкута деген жақларға кетті. Әмін Эстонияға бардым. Альберт ағай, Салаваттың әддәрі бөліп өріге тұра келді ме? Әйе. Агарбекке бардыңыз? Бардым, көрдім. Бек
ауыр кесірешлер болды. Көрдік. Эстонияға барғас, шул хатлы яқшы қабыл еткенлеріне мен хаман тігі аптырап ғажапланам. Эстондар. Шул Салат Юлаевты ихтирам еткенге деп ойлайым енді. Менілі шылай. Тау технигі, горный техник, бура взрывной ішлерді әшләнім мен. Шартлату, бұраулау, сапер іші енді. Бек қатмарлы, тігі қорқыныз, тұрмышқа еткен, бек тәртіплі кішілер мені ішлерге кәрәк, саққын аяңғылышаңда анда бек өлім іслеп етінді. Шоңа ауырғына тұрмыш сынауларын өттім деп ойлайым енді. Нендегіне ішлерге тұр келмей, ол документіла болмаған, түрмені сыққан, мұшындай кішілер менен ішлеп аңлайхың тұрмыштың қәдірін. Шул 2 ел сетте болып қайттым да енді. Қайтқан 2-ші күнде өзімдің ауылдашымды сұраттым. Ол бек көрініклі өзіміздің оқымышлы егіт Бақаев Марс деген егіт енді. Ол шул вақытта Көміртау телевизион ретрансляторында етәксі болып ішлейіні. Шул қайтқаны 2-ші күнде ұсыраған ені, әйді бізге әшке. Үнәріңді яқын, білмәң, үйрандырың деп шул айтып, оғала рәхмәтлімін. Тед арала бір күнде ял көрмейінсе, қапылығына әшке сығып кетіп, бүтінлі 2-ші үнәрді өділәштіріп, хатта бір заман шул нейдің етәксіхілі болып ішлеп алдым, бір несе ел. Телевизионный аппаратура, оларды юниаторға кәрәк, көйлерге, шуның көк ішлерді барғында үйреніп алырға тұру келді. Ретрансляторда ішлеп йөрі егіт, һәм шул вақытта менің білуімсә, бірінші тапқыр өдегіздің құлығыдға құрай Аллахығыз. Көңілді ятты енді ол менің, яштан. Менің олатайым Сәфәрғали Янберден әсәйімдің атағында бек сондай ярманға әуәз кішіні ілік яңғына приемниклар сыққан вақытта соны таң қараңғығы менен тұрып ебәріп тыңлап ұлтыра тұрғайны. Әмі ұйықлап ятқанмындыр енді құлаққа хыңа айтып құрайды ярата тұрған енді. Хатта өділі мұна біздің халықта бітін хәзғырып нетіп жүріге құшмайлар бітінді. Менің ұлатайым үйісінде. Ұлатайым тұшқа сыққа енді я көйләп жүрі, я хәзғыра. Ауылдан сығып Ермолаевқа келгенсі енді көйлерді хәзғырып бара. Менілі ала бітін санала. Шо айтып, біз көп күні өрінік. Оҙыңғы, Мәғлүм булуынса, 1912 елда француз яуының 100 еллығы айқанны Ырымбурда хәрби парад һәм ҡурайсылар бәйгеһе үткәрелә. Парадта олаталарының яу кейемен кейеп әүҙем ҡатнашҡандары өсөн башҡорттарға батшаның ҡотлау телеграммаһы килә. Шул айҡанны көҙ хәҙерге Көйрөгәҙе районы Яҡут ауылы эргәһендә ҙур йәйен йыйыла һәм ҡурайсылар бәйгеһе үткәрелә. Ҡурайсыларҙың 2-нсе бәйгеһе урыны итеп Яҡут ауылы һайланыуы әлбиттә осраҡлы түгел. Күрәһең, был төбәк элек ҡурайсылары менән дан тотҡан. Шулай итеп, һеҙҙең ҡулығыҙға ҡурай тотоуығыҙ, ҡурай алыуығыҙ, ул ҡан саҡырыу буйынса тиһәк хата булмаҫ. Шулайҙыр инде. Ҡурайҙы үҙең яһаныңмы? Ҡурайҙы үҙем. Нимәнән? Тәүҙә нейҙән инде еҙ торбаны табып, шуан эшләнем. Уйымдарын урынын нисек таптығыз? Китап буйынса инде. Китап буйынса. Ғата Сулеймановтың беренсе сыққан китабы буйынса эшләп, шул эштә беҙҙең ятты тәҙрәтебендә кем исминаға килә, шул тотоп, булышып, шуан мин инде аның төҙөлөшөн
тидирәк аңлап дигән һымак. Ни өчен дигәндә мин бұл курайга дур гына әзерлек менән килдем дип әйтәм. Ул әзерлек нисек булды? Минең авылда мин белгән бәләкәй сагымда Тимиргали агайым, Янбердин Тимиргали, беренче гармунчы булды. Ит китерлек уйнай торгайны. Ул кәүдәгә мәхәббәт. Ул үзе бер батыр кеше инде. Шуннан ул армияга китте. Уның киткәс Бектимиров бuna безнең геройларның туганны дип әйтәм инде. Урал абзый уйнап уенды алып бара торган инде. Шуннан Урал абзый армияга киткән инде. Бер ел буе тынлык булды ла куйды. Тынлыкка бит өйрәнелмәгән. Ахыры шул агайымны гармунын алып мин өйрәнеп теге 3-4 ел бер туктаусыз мин һынау үттем. Уен, бөтен нимәләрне уйнап, бөтен көйде белгәс, миңа нимә ул курайдан итергә. Алып тавыш чыгардым да, бер арнала мин барыһын да уйнам да куйдым. Һәдең менән анда бергә эшләгән башкорт егетләре ылыгып китә бит әле. Әйе, беренчеһе минең авылдашым булһа, Марс Бакаев. Вот шуннан икенчеһе ул минең һеңлемнең кияүе, иптәше Фаткулин Рәис. Улар курайчы булып кетте. Шуннан тагын якташлар килеп сыкты, өйрәнделәр, бергә ярып. Күмертау калаһының мәдәният бүлегенә барып әйтәһегез. Калага курайчылар ансамбле кирәк дип, шулаймы? Мин былай дип әйттем. Һез менә карагыз, телевизорда карайбыз. Әзме, күпме булһа ла, барыбер курайчылар бөтенләй бетмәне бит. Булды, ишетелеп калды. Бездә бит шулай башкорт. Янча бездә юк ул. Дигән һорауды ныклап куйдык та, талап итеп, менә шуннан түгәрәк астыртып, көчләшеп, ул директор булган кешеләр бик генә булды. Миңа хатта асылына торган, нишәп син монда 20-нән артык бала китергәнһең. Улар менә безнең дворецты тапай, шаулап йөгерәләр. Нимә? Бер 7-8 бала гына алда тыныч кына әйтеп үткәр. Нимәгә ул әйтеп миңа шулай? Менә бит караш нисек, тарһына. Үзеңнең, телем әйләнмә инде. Hep bir nimeye karamayınsa devam edelim. Yok. Karşılık buğan hayın alga bara turgan kişi. Ne işlep şulaydır indi? 2 yıl başlagan indik. Şu an 2 yıl yetakse yok bit indi. Bayanis var inanda. İşkildin bayaz ettiğen. Bek neyle okup sıkkan indi. Notunu bile Әдме күпме уңа рәхмәтлемен ярдәм итеп кайһы бер ирләрен өйрәтеп ибәрде бит инде. Түңәрәккә етәкчелек итеп берәү дә юк. Шуннан мине куйдылар. Куйган инделәр. Ныклап киттек инде. Көн һайын барабыз, көн һайын шөгыльләнәбез. Анда бит теге полставкага нимәгә килмә дигән эш бит инде ул. Юк, biz күндә барабыз, ялгынла киләбез. Гел шулай итеп егетләрне диеп, шул хәтле иттереп, куваланып иттек, тиз арала күп нәмәләр өйрәнеп, шуннан минең дустым дип әйтәм, Ришат Вахитов, ул вокалда алып барды. Хайса Гимрановна Султангәрәева, Рәшит агай Султангәрәевтең апаһы, ул кумырсылар, шуның мак түңәрәкте алып барды инде, шуны. Шуннан безнең барыһы әзер булгас, мөмкинчелек бар бит инде. Әничә без кешеләр һымак матур итеп торып фольклор ансамбль оештырмаска дип яна башланык. Шуннан репертуарда арта бит инде безнең көндән көн. Ул Ерән Кашка, диләрде, Урал, шуның һымак Сәлимәкәйләр, шуларга барып сыктык. Шуннан Хирәк уйналган көйләрне өйрәнеп алдык инде. Дәртле көйләр уйнап, шулай итеп йөри торгас, анда безнең мәдәният бүлеге җитәкчесе Сырлыбаева Рәйсә Рәхмәтовна инде бек тырыш, ул да шундай патриот
кешене әйттенде, әйдә төҙөйөк тип хупланы һәм нишләргә эҙләй башланык кеше һәм мына безнең үҙебеҙгә шундай кәрәкле кешене таптык дип әйтәм инде. Ул булһа безнең әлеге көндә менә Күмертау ҡалаһының дуҫлыҡ төбәк ара үҙәгендә Ҡурай буйынса, фольклор буйынса белгес булып, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Зия Хәлилов. Ул килгәс, беҙҙең эшебеҙ тағы ла йәнләнә төштө. Һәм тырыша торғас, беҙ 1981 йылдың көҙөндә Башҡортостан буйынса шул фольклор байрамында лауреат исемен алдыҡ. Һәм шунан китте инде. Хәҙер һаман шул өйҙө тотоп киләләр. Хәҙрәт ағай, бына был ансамбльгә һеҙҙең тәҡдим менән Кенья Арсланов исеме бирелә, шулаймы? Эйе. Көрәш арҡаһында килеп тыуған, шулай булғас, рух ныҡлығы булһын. Әле көрәшәһе эшләр алда күп булыр. Шулай булһын тип, юҡ, алай кәрәкмәҫ тип тә әйттеләр. Мин инде ныҡышып, тырышып, шуға күндерҙем. 1982 йылдың 17 февралендә мине шул мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Рәйсә Рәхмәтовна саҡыртып алып, әйҙә менә һине паркка директор итеп ҡуяйыҡ. Мәҙәниәтте күтәрергә кәрәк. Мин уйланым да, әҙерәк ярар тип килдем инде. Үҙебеҙҙең башҡорт ҡурайын бөтөн ҡалаға яңғыратырға тигән Хыял бар инде. Хыял. Шуны берәүгә лә әйтмәйенсә, өндәшмәй килеп эшләй башланым инде. Килдем дә, иң беренсе үҙемдең техник һөнәрем булғанға, бөтөн яҡтан техника, электричествоны белгәнгә йыһазландырҙым. 3 динамик мендереп ҡуйҙым башына үҙем. Яңы радиостанция һатып алдым. Динамиктарҙы ҡайҙа ҡуйҙығыҙ? Динамиктарҙы өсөһөн 3 яҡҡа ҡаратып, ошо чертовы колесоның күсәре төбөнә урынлаштырҙым. Каруселдең инде. Эйе, каруселдең. Үҙегеҙ мендегеҙ? Үҙем мендем, үҙем һуҙҙым, проводын барында тоташтырҙым һәм оператор итеп бер пенсионер ҡарсыҡты алдым. Алдым да уға тәүәл сәғәт 8-дә мына Ишмулла Дилмөхәмәтов ағайҙың Урал көйөн уйнатаһың. Һинең эшең шул, башҡа бер ни түгел. Ул пластинканы берҙе генә алманым. Берәү оҙаҡҡа етмәҫ дип 2-не алдым. 2-һенә лә үҙемдең мисәтте ҡуйҙым. Мына шулай Һаҡлайһың? Эйе, һаҡлайһың күҙ ҡараһындай һәм беҙҙең ҡала халҡы эшкә барғанда иртән Урал көйөн уйнарға тейеш, уйнатырға. Мына әле һаман да ҡайбер үҙебеҙҙең халыҡ рәхмәт уҡып китәләр. Мына, һин шунда эшләгән, ҡалай күңелле, дәртле була торғайны. Иртәнсәк Урал көйләрен ишетеп эшкә бара торғайныҡ дип. Урал көйөн яңғыратыу оҙаҡ дауам иттеме? Был ял паркында 2 йыл самаһы эшләй алдым. Ни өсөн тигәндә, баҫым ныҡ көслө булды. Тирә-яҡта халыҡтан яҙҙыртып, горкомға саҡыртып, горкомда бик ҡаты һөйләшеү булды инде. Нишләп яңғыратаһың тиҙәрме? Нишләп яңғыратаһың тип яуап бер булды. Ниндәй яуап? Халыҡ дәртләнеп эшкә барһын тип. Шул. Был һүҙгә инде бүтән һорау юҡ инде. Юҡ. Һорау булманы. Хаттар ойошторҙолар тигеҙме? Хаттар ойошторҙолар. Бер төркөм егетләр килеп, түштән һелкетеп, шулай итеп тә ҡурҡытҡан саҡлары булды. Ләкин беҙ аңа ғына ҡурҡып аптырар торған кешеләр түгел. Урал көн һайын иртәнсәк яңғырай. Урал уйнаны. Мине нисек тә ҡыҫып сығарырға. Ул уйлай, ревизор китерҙеләр, ревизор 1 йыл буйы ултырҙы. 1 йыл ултырҙы.
сықмай, кабинеттен ішлерге бермей, етмей. Бір неме таба алмай бит енді. Шунан соң мына неше ел өтті, ол ревизор ұсырап меңе айтып қойды мына. 1-2 ел өтті. 20 елдан артық өтті мекен айтып қойды. Мені бет, хин Альберт Гайфулович ғафу ет. Мені бет күшләп бибардылар. Мені қуштылар мені деп. Мына шуны бит әлі көңілді қыра. Китерге мәжбүр болдым енді. Кері өдемдің ішіме барып, әлі мына Аллаға шүкір, түгі вредный стаж эшләп, 55 яштан пенсияға сықтым. Мен бет шунда эшләп жүрдім, тағын 2 ел, менің пенсиямда артық болыр ені. Немені мен білдім, бұл істі әгерде мен ішләмәйім, біреу да ішләмәй. Шуның үшін мен келдім, ішләнім, әлі көңілім тыныс деп айтам, мен қолымдан келген барығында ішләнім. Бір мұтығы 2001 елда біз кенде артыланып есімін Бирхак фольклор ансамбліне 1993 елда кенде Абыз ауылында кенде Абызға музей асудың негізіне біздің президентіміз бірінші кербісті алды. Шул тантанала енді бұл вақытта біздің башқұрт халық өзәгі бек әудім ішләгәніне, 90 елда онда мені рәйс етіп хайлап қойғанларыны, Көміртау қала һәм районы бойынша. Һәм біз шул ұйышма ва қатнашқан кішілер, өзіміздің, милләтіміздің зиялылары, эшқуарларының ярдамы менен кенде Арсланов премиясы болдырдық. Бірінші премияны біз Азат Кендеге, Кенде ауылынан сыққан, тамыры шонда болған Азат Халиловқа бердік. Һәм аның екінші премия деп айтайық, шол вақытта башқұрт халқының азатлық тарихы жазған Әкрем ағай Бейішевқа болды. Һәм Мұхаммед ағай Есқожинға. 97 еллардан башлап біз Хабантойда театрализованный немелер эшләп Кенияның образын сығара башладық Хабантойға. Қылышлар эшләп, хәрби ниләр, байрақлар, тамғалар төшіріп, шулайтып, һәрбір Хабантойда Кенияны сығара башланып. Халыққа Кенияның рухын қайтарып. Әйе. Шунан 2004 елда біз Кения яйлауы деп Салават жиынына алып бардық. Мұнда неше машина менен барып, онда бүтін дүнияны эшләнек. Ул мейсінде сығардылар, ул кәзі харғын, құш-құртын, етін, бісәйін, күшіклер, нелер менен, қалын ұяғы менен, шундай ауыл термәхін отырттық біз. Қәдіргі мақтығы матур етіп ішленген, президенттен алған термә түгіл, ысын термәні қойдық. 2007 елда Кенияғына түгіл, қәдір біз Пугачев, Салауат, шуларды атларға міндіріп, байрақ, немелер, Кенияны алдан, арттан біздің яугердер бара бетінде, шулайтып, кәуделендіріп, нетәбіз бетінде. Көп оқушыға
Курай өнерге Фатихаға да бердік. Курайда өнерге. Көп оқусы тәрбиелендік. Көміртауда шул 2-нче еллардан алып эшләгән дәвірдә ондала бір 60-70 оқусы үткәндер тейм инде қолдан. Аны журналга теркәп, шулайтып укытып келдім бит инде. Шуан һуң был ягында инде берәмләп өйрәтергә туры килде. Ә бына һуңгы 4 ел булып килә инде хәзер ныклап тотындым инде бұл эшкә. Пенсияга сыккас инде бик күп була инде. Хәзер минең даими рәвештә менә Акхары менән Мораптал авылында дәресләргә барып йөрим. Аднаһына кәмендә 2 мәртәбәгә барам. Юлга сыгам да, үземне курайымды, нәйемде алып, я автобуста, я нимә туры килә, шуның менән барып, дәрес үткәреп, шулай йөреп кайтам. Шуннан Спартак Хөсәйновтың ярдәме менән үзенең машинаһында йөртте. 1 ел Таймас авылында йөрөнек. Таймас авылында тергедәйек дип тырышып, онда да безнең әле әйбәт кенә уйнаган яхшы курайчыларыбыз бар. Кәүдәгә лә алар бик зур гына 10-нчы, 11-нче класста укыган егетләр бар безнең. Яхшы гына уйнай. Шуннан Ялсыкай авылында шул юл ыңгайында булгас, ул авылда калдырманык. Шуннан Илкәнәй авылына ла барып, күпмелер дәресләр биреп, анда ла аргына егетләрне өйрәтеп алдык. Шуннан Кинди авылына ла барып, берни саклы йөренем, егетләрне өйрәтеп. Шуннан Орынбор ягына ла сыгып, Сәләүсенов Киньяның нәсел ыруы затларына барып, унда ла 2 көн Курайда өйрәтеп, Курайлар таратып, Мәрәс авылы, Сәгыйть Мәрәсевтің туган авылында, Соран буенда шулай эшләргә туры килде. Уны дөресен әйткәндә, әйдә шуны эшлә әле туган әйткәнде әйткән кеше юк. Үзебезнең уй менән үзебез әйтәбез. Күңел кушуы. Бушка Курайлар таратып биреп киттек. Әйдә өйрәнегез дип балаларга. Альберт ағай, бұл дүнияла байтақ кіші тайпылып, еңілірек хұқмақты хайлай. Бәғзілер тайпылу білмей. Менің білуімсә, һәд екіншілердің рәтінейіне әгіз. Тайпылу һүд әшәй өгіздің негізі немелі? Менің негізім өзімдің туған республикам, туған халқым, өзімнің президентім, туған жерім һәм шул туған жерімдә үскән Курайым.